Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мана қараңе, мана хадисті оқудан burada келіңіздер. Daha bir imanды жаңылайлық. Абдулла ибн Умар, Хазіреті Умардың баласы Абдулла айтады. Қала Расул саллаллаху алейхи вассалам, Аллах Таала айтады. Бүгін маға кебірлер айтады, дамыла пата берің дейді. Аллах Таала иман берсін, бала шағаңыз бақытлы болсын дейді. Ақсақалдарына пата аласыз. Біреу қарғыш айтсачы. Налат айтсачы. Қарғыш айтса, не болады екен деп қорқасың, тура? Мананаға, ла'аналлах, Алланың қарғышы налаты болсын дейді. Аллах қарғыш айтады, налат айтады. Әл-хамра, арақта. Араққа Алланың налаты болсын. Бірінші, санағыла. Алланың налаты кімге болсын? Арақ болсын. Вашарибуха, ичкениге. Кімге? Ичкенге Құдайдың несі болсын? Дамыла ондай қойың дейді. Болып тұр. Не дейсіз? Шашпай тұрым. Келе өзіңіз. Мен кебіл айтады, оншалық емес. Сен арақ ішесің, ке. Онда отыраз да, арақ ішкенге налат болсын деп айтады. Жоқ, қой, не қыласыз дейді. Таза осы дуа қылы бермейсің бе? Ичкенеге, васақиха, құйы бергенге. Той қылып, столға қойып атасың ба? Шеф келіп қалды, ұятта мен ішпесем де чоңдор демек, чоң өліп кетсін, бербейлі қой. Арақ, арамды қойба дастарханыңа. Васақиха, құйы бергенге налат болсын. Уабаиуха, сатқаныға да налат болсын. Құрматты мұсылман бір тұрған, дүкөніңнен келген арақтың пайдасы болсын, келбейлі қойсын. Біреудің өмірін талқалаған, біреудің үй білесін талқалаған, арам менен сода қылбайлы қой. Тоқтат. Уамубтаиха, сатып алғаныға да. Уасируха, сығы бергеніге. Уамуғтасируха, сықтырғанға. Жүзімді атай білесін, егіп атасың. Шу арақа десе, екпейлі қоянды. Арақ қылам десе, екпе, башқа. Шаптолы еккен, башқан еккен. Уахамилуха, көтері барғанға. Жоқ, ішке жоқпын амына мен таксиділ алпар бербе. Уал-махмул илай, көтеріліп барылғанға. Апке бер дедіңіз бе? Вайты бір айлы келіп қалды, бір тоқтады. Бетті қайтты сатады десе, майытты деп қойдың бе? Налат болсын сағада. Майлы ішпесең де бізге апке бердің бе? Налат болсын сағада. Ана столда отыру ал, мен ішпейім деп, ішкендердің арасында отыра бересің бе? Алланың налаты жаған жерде отырасың бе? Пайғамбар саллаллаху кебірлер айтады, дамла дейді, мен бір стакан, бір шешен жұсама мас болайым дейді. Сен мас болсаң мана отыр. Ма аскара касиру ва қалилу харам. Мас қылудың нәрсенің бір тамшысы да, бір литрі да, бір стакан бәрі арам. Азы да, көбі да арам дейді пайғамбар. Кебірлер бар да, шу жол іздейді өзіге. Қантып шу жолын тапсақ дейді да. Қараң. Дамла дейді, мен кішіне шыпаға деп, доқтыр айтқан дейді. Доқтырың аяғымны алат болсын, Сен мен доқтырдың сөзін айтпай, мен Расулланың сөзін айтам. Расуллаға шенесіңер бе, доқтырға бе? Пайғамбарға шенесіңер, «Инналлаха лам яджал шифаакум фима харрама алейкум». Аллах сілерге арам қылған нәрседе шипа қойған емес дейді. Аллах арам қылған нәрседе шипа жоқ дейді. Кім айтады? Расулла айтады. Расулла десе сен врач дейсің бе? Мен кім деп атам? Мен Расулла десем, сен врачыңды айтасың ба? Уаил Хадрами деген сахаба айтады. Уаил Хадрами, Хадрамаут деген Йеменнен келген сахаба айтады. Анна Тариқ ибн Сувейд деген сахаба бар екен. Саала Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Тариқ ибн Сувейд сіздерге ұқсап диқаншылық башқа қылады екен дағы. Пайғамбарымыз сұрады: "Я Расулалла, яснаху лид-дава." Арақты дарылық үшін қылса қандай болады? Арақ жасайды екен не үшін? Дарылық үшін. Фақала пайғамбар: "Иннаха лайсат бидава, иннама хуа да." Пайғамбар айтты: "Валакиннаха да." Ал дава емес, ал дарт деді. Арақты дарылық үшін жасасам не болады деді. Пайғамбар айтты: "Ал дава емес, ал дарт деді." Не екен? Шифа емес не екен? Ору. Урматты мұсылман бір туған, арақ ішкендің ақыреттегі азабы өте жаман нәрсе. Бұл
Адам чыдабай турган азап бар. Күллү мусир харам. Арақ десе бир эле арақты бегин. Мас кылуучу нерсе нашасы болобу, арагы болобу, бир неме жыттайсыңбы, onun түрлөрүн мен билбейт экенмин. Менин жакшы билген бир чебер чыгып айтып берсе болот эле аттарын. Инналлаха ахдан лиман яшрабул мускира ан ясқияху мин тинатил хабали. Арақты ичкенге Аллах Тааланын вадасы бар экен. Дозоклардын, дозокко түшкөндөрдүн ириңин, терисин ичирем деп. Дозокко түшүп күйгөндөрдүн ириңдерин, дозоклардын терлерин, дозоклардын агып калган кандары менен азаптайт экен Аллах Таала.